Бұл сапарға бармай тұрып ұзақ ойландым. Жоспарда Есілден кейін Тобыл немесе Ертіс өзенінің бастамасын көру. Екеуінің де бастамасын көруге кететін жол ұзақтығы шамамен бірдей. Бірақ Ертіс ағып келетін жақ Шығыс Қазақстан облысы болғандықтан, ол жақтан нені көруге болады? Әрине Марқакөл. Марқакөлді мен 2017-ден бері армандап шіркін-ай суына бір түсіп рахаттанып күн батысын тамашалау. Сондықтан Марқакөл бар ол жақта, және де ол жақта Қазақстан ең шеткі нүктесінде орналасқан елді мекен Балықты бұлақ ауылы. Яғни бұрынғы атауы Владимировка. Ол ауылдан кейін ешқандай ауыл жоқ. Шекарадан кейін Қытай. Қазір біз Павлодар облысынан шығып бара жатырмыз. Бұйырса Семейге барамыз. Ақжол. Әдемі ақ бұлттан жасап алғаным, тәтті сай қиялдың ертесі. Түнделетіп Семей қаласына келдік. Семей бізді өзінің шаң дауысымен қарсы алды. Біртүрлі тамағымыз қырынап, мұрын бітеліп, өзімізді жайсыз сезіндік. Оған қоса жолдары да нашар екен. Көпірдің үстінде жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр, бірақ ана жұмысты көріп, көңіліміз толмады. Сапасыз. Абай Құнанбаевтың туған өлкесі. Өкінішті ақ. Өскемен 197 екен ғой. Семейден асып кеттік. Бұйырса Құдай қаласа Зайсанға барамыз. Біз Астанадан шықпай тұрып картаға өлгенде Зайсанға дейін жол жақсы, ешқандай жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатқан белгілерді байқамадық. Бірақ Қазір Зайсанға баратын жолдамыз. Шамамен 190 немесе 180 шақырым қалған сияқты. Картамыздан байланыстың жоқтығынан тоқтап қалды. Жол жоқ. Жол жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр, бірақ енді баяу жүргізіліп жатыр. Жаңағы жолдың құжатына қарасақ 2022 жыл аяқталу керек екен. Қазір 2024 жыл. Сол айналма жолдар өте көп. Айналма жолдардың өздері нашар. Бірақ енді жанымыздан жергілікті тұрғындар шығар. Машиналармен зу-зу өтіп кетеді бірнеше көліктер. Енді олар біледі, қай жерде қандай жылдамдықпен, қай жерде қандай шұқыр бар екенін. Ал біз жаймендеп сол келе жатырмыз. Жаңа ұйқы қысып, жарты сағаттай мызғып алғанмын. Досым екеуміз рөлге алмастырдық. Ал жолдың түрі енді осындай. Осындай айналма жолдар көп. Осындай бір асфальтқа шығасын. Бірақ енді қуанышың ұзаққа созылмайды. Бір шақырымға жетпей қайтадан жаман жолдар басталады, нашар жолдар. Ақсуат ауданы дейді. Қазір сол Тарбағатай ауданына келдік. Бұл жерде жол жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бәрін қасып тастаған. Жолдың түрі мынау. Дәуке ауылына келдік.
Мына жер менің туған жерім Жылой ауданында Қосшағыл деген ауыл бар. Соған ұқсап кете ме? Сондай бірдеңесі бар бұл жер. Зайсанға бара жатқан жолда трассадан солға қарай ертістің саласы көріп қалдық. Ең үлкен саласы. Картадан да байқадық. Бұрылдық, әдейілеп келіп тұрмыз. Сезім ерекше еді, керемет. Міне ағайын, әне-міне дегенше Зайсанға да келіп қалдық. Бұйырса ары қарай ертісті бойлай отырып, Қазақстан аумағында ертістің басталатын жеріне барамыз. Яғни шекараға жақын жерге. Мұнда жер үйлерде газ бар екен. Газбен қамтамасыз етілген екен. Зайсан. Двигайтесь прямо. 18 километров. Владимир Пешканин. Қара ертістер. Тоқтаймыз ба? Зайсанның климаты мен ойлағандай емес екен. Құрғақ, жерлерінің көбісі шөлейді. Сонымен Марқакөлге апаратын жолдан оңға қарай, оң жақ Қалжыр ауылына бұрыламыз. Әйел адам ба? Ер адам. Вау! Керемет! Ертістің бойында орналасқан Қазақстанның соңғы ауылына дейінгі ауылдарда адам қарасы аз. Ордың көмес өртші атында жаңада қаршалып тұр. Жырдан келдің бір деген. Жидел деді ме? Жидел. Заставаға келдік. Мына жерде локаторлар орнатылған. Үлкен ба? Көрдің бе? Е-мое. Қазақстан аумағында ертістің басталатын жеріне жақындап қалдық. Жалпы біз мына жаққа қарата баруымыз керек болатын, бірақ ол жаққа баруға мүмкіндік жоқ. Өйткені ана жерде застава орнатылған. Қазақстанның шекара әскерінің жоғарыда локаторлар бар. Олар дронды блокировать етеді. Сондықтан ар жаққа барудың ешқандай пайдасы жоқ деп ойладық. Сондықтан мына жерден көрсетейін. Сондықтан заставаға дейін ертістің мына бөлігіне ұшырып көреміз. Ертіс өзенінің Қазақстан аумағында басталатын жеріне жақындап келдік. Мына Көгал тоғайдың ар жағында Ертіс өзені ағып жатыр. Біз баруға
бата алмады, өйткені бірнеше қадамнан кейін балшық, ылғал жер, су қиындық тудыртады бару. Тынышы осы жерден дронымызды ұшырып, әдемі видеоларға түсіріп, сіздерге ұсынайық деп шештік. Жалпы ертістің Қазақстан аумағында басталатын тұсы ана жақта бірнеше шақырымнан кейін Қазақстан мен Қытай шекарасы басталады. Сол жерден келеді ертіс, ар жағынан Қытайдан тауларынан басталып. Ал мына төбеде біздің застава орналасқан. Айтпақшы, бұл Жиделі ауылы Ертіс өзенінің бойында орналасқан соңғы Қазақстан ауылы. Ертіс өзенінің бойында орналасқан. Қарағым ай, сұлулық осындай болады екен, бір басқа армансыз қонады екен, адамдар өмірге қонақ екен, жанымен бұл дүние шолақ екен. Қарағым ай, еліктер осылай жосады екен, жолыңнан сені кім тосады екен, бұл көңіл неліктен босады екен, бұл тағдыр сені кімге қосады екен. Обратно мына жерде.